Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Жұмыртқаның сарысы мен сүтті миксерлеп аламыз. Енді жұмыртқаның ағы мен тұзды аппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Екі массаны бірге қосып араластырамыз. Енді қантты қосамыз, араластырып, одан соң ұн және қопсытқышты қосып, араластырып, одан соң сары май қосып жақсылап барлығын араластырып аламыз. Міне консистенциясы осылай болу керек. Қызып тұрған мультипекарға әр бетіне 2 ас қасықтан салып пісіріп аламыз. Міне өте дәмді венский вафляларымыз дайын. Әртүрлі жемістермен, шоколадтармен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осы видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар.